Және жаңа қатысушы дегенде, білмеймін, қыздардың, әлде жігіттердің көзқарасы өзгеруде мүмкін сияқты. Қазірдің өзінде, жаңа эфир басталмастан бұрын, жаңа қатысушы келеді дегенде, біраз жанның уайымдап кеткенін байқаған едім. Бірақ дәл келетін жан, бұл сіздер мүлдем танымайтын бейтаныс жан ба, әлде бәлкім байланыстарыңыз бар, бәлкім достық қарым-қатынас болған, бәлкім басқаша қарым-қатынастар болған жан болуы әбден мүмкін. Сондықтан да мен әрі қарай көп созбаймын. Ендеше 7-ші маусымның жаңа қатысушысы, келіңіз. Тіпті жігіттер шыдамай келе жатыр. Диас тіпті орнында отыра алмай қалды. Құрметті көрермен, 7-ші маусымның жаңа ескі қатысушысы Бекзат. Қош келдіңіз. Қош көрдік, баласыған қош, жақсыз ба? Қол пұрып. Бәрі керемет, көп-көп рахмет. Бекзат, қалыңыз қалай? Өте керемет. Қараңызшы, қалай қуанды барлығы. Шынымен де мен өте қуаныштым, рахмет айналайындар, жандарым. Не ақ келдің десе? Не ақ келдің? Ал қалайсыз, Бекзат? Қалыңыз қалай? Күшті, өте керемет, күшті болып тұрмын. На атмосфераны көріп, вообще күшті болып қалдым мен. Иә, қалай қуанды? Сағындыңдар ма айналайындар? Иә? Бекзат, Мен де енді сағындым. былай жасайық. Әдеттегідей танысудан бастайық, өзіңіз жайлы айта кетсеңіз, біздің үміткерлеріміз біле отырсын. Менің, Жандар болса. иә, танымайтындар үшін менің есімім Бекзат. Қобалжыма дейді. Қойшы, мен туып өскен жерім ғой бұл негізі. Менің есімім Бекзат, жасым 24-те, Қызылорда облысы Арал қаласының тумасымын. Бұрын үйленбегем, ешқандай артымда делам жоқ, тып-тыныш күшті бәрі. Шыныменше. Сондықтан енді болашақ жарымызды табудағы жолымызды қайттан бастаймыз деп ойлап жатырмын жобада. Бекзат, нешедемін дедіңіз? 24-темін қазір. 24-тесіз, иә? Қазір толық жасыңыз 24-те. Кеткен кезде 23-те болған. Иә. Ал Бекзат, негізі талап өзгерген шығар. Енді сіз Қосылайықта болдыңыз біраз уақыт, одан кейін сыртқа шықтыңыз. Ешқандай шектеу жоқ, талап жоқ. Өзіңіз қалаған арумен көшеде танысасыз ба, Инстаграмда танысасыз ба, бар еркіндік бар. Сол кезде бір қарым-қатынас болған жоқ па? Шынымды айтайын, қарым-қатынас болған жоқ. Сөйлесулер болды. Сөйлесу емес, сөйлесулер көп болды негізі ше. Таппадым. Йо дейтіні жоқ. Аян сен айтпай қойшы, йо деп емін. Негізі шынымен де сөйлесулер болды. Әрине енді көңілімнен шықпады, жақпады десем болады. Енді мүмкін менің ашықтығым шығар. Балзақам, негіз бар ғой, мен өмірімде ғашық болмаған ғой. Шынымен мен өмірімде ғашық болмаған. негізі бар ғой, айтайыншы. Мен өмірімде, ой, жас қойсы. Мен өмірімде негізі құрметті қыздар ғашық болып көрмегем. Мені ғашық қылатын қыз керек. Мен ұнатып көргем енді, бірақ та ғашық болып бір қызға өліп сүйіп көрмегем. Бір поэзия арнайтыныңыз бар еді ғой, мүмкін бір жаңа леппен жаңа келетін бір аруға бір ғашықтық бір өлең жырыңызды оқып жіберсеңіз де болады. Сен бе дос, өз сертінде тұрмағанға, махаббат жалған десе бұл ғаламда, махаббат жалған болса дала кезіп мәжнүн, ләйлесі үшін жынданар ма? Махаббат теңеу емес өлеңдегі, емес ол аңыз болған елермегі, махаббат болмаса егер зарлап жібек қоз үшін баян сұлу өлер ме еді? Ғасырынан дәуірдің озған өлең, мүмкін бе пәк сезімді жазбау деген, жыргені ұлы абайдың жүрегінде бітпеген бір ән кеткен Тоғжан деген. Кей сорлы махаббатқа жолықпайды, ондайлар қиналмайды, торықпайды. Аялап, шын бақытын білмегендер қызыл гүл солғанынан қорықпайды. Күн біреу нұр төгетін көктен жерге, қызғалдақ бір гүл дейді көктемдерде. Махаббат екі айналып жолықпайды, қол пұлғап, көзін жұмып кеткендерде. Тамаша. Бекзат, сіздің ғашық болған кезіңізді көруге асықпыз. Сол бір ғашық болатын қыз дәл осы енді келсе екен деп ойлаймын. Ал талапқа байланысты. Талап өзгерген шығар, талғам өзгерген шығар. Қатты өзгермеді. Шынымды айтайын. Бірақ та мен негізі өткенде өкпесі жоқ қызды күтірем барынша. Өткенде өкпесі жоқ. Бұрын соңды ажыраспаған деп айтсам, нақтырақ болатын сияқты.
және де жасы 18-ден 25 жасқа дейінгі қыздар болса деген талабым бар. Яғни сіз ажырасса бір өткеніне өкпесі бар болатын сияқты деп ойлайсыз ба? Әрине ол бәрібір де өкпесі болады. Негізі өткен жіберу баласаған қиын ғой бәрібір де. Тем более ол адаммен бірге тұрғаннан кейін бірге негізі қазіргі таңда ше үйленген былай тұрсын, қыз бен жігіт болып жүргеннен кейінгі өкпесінен ұмыта алмайтындар бар, өткенін ұмыта алмайтындар. Сондықтан үйленген адамның өткенінде бәрібір өкініш болады деп ойлаймын. Мен бұл адамды таңдамағанымда ғой бәрібір деп ше. Сондықтан мен өткенде өкпесі жоқ қызды күтетін едім. Баласа ханым, осы жерде енді ассалаумағалейкум бауырым, сені көріп кәдімгідей қуанып қалдым. Енді дегенмен де бұрынғы неде бірге өттік қой енді баласа ханым. Мен бір байқап тұрғаным Бекадан. Осы жерде шығарда енді бірге болдық қой осы жерде. Шығар кезде бір кішкене арықтау мейді, қазір бір салмақ қосқан ба білмеймін, сондай нәрсе байқап отырмын. Бір бәлемен айналысып жатсың ба, соны айтып жүрші бізге де. Иә? Баласа ханым. Спортпен айналысып жатсыз ба деп жатсыз? Сол баласа ханым. Сәл қосқанмын ба қалай? Солай сияқты бір өзгеріс. Ана іште бәрінен сұрап жүрмін ше, іштегілерден ше. Қосқан ба қалай негізде? Внимание жетпей жатыр да. Қалай негізі нормально ма деп отырмын. Тұрақты түрде спортпен айналысасыз ба? Иә. Баласа ханым. До конца енді баласа ханым пікірін аяқтай кетейін. Көргенімізге қуаныштымыз. Осы жерде отырып енді осы маусымда өз теңімді тауып, жаңа айтып жатсың ғой, бұрын ғашық болмағанмын деп. Осы жерде енді саған бір сені ғашық қылатындай, сені бір болашақта отбасы құратындай қыз келіп кетсін. Соған барлығымыз енді тілектеспіз былай айтқанда. Одан кейін жаңа сенде білеміз, осы жерде екі қос қанатын болды. Енді соны бір ауыстырып бір өзім боламын. Ал ассалаумағалейкум. Кішкене түсінікті қылып айтсай тима неме бәлен ол. Тимур бұл жобамен қоштасамын дегенді білдіруі мүмкін. Білесіз ғой, Бекзаттың достарының көбі жобадан кетіп қалған болатын. Сол баласа ханым айтып жатқандай енді орнын өзім басайын деген сияқты қылып. Осы келіп жатыр, көргеніме өте қатты қуаныштымын. Осы келгеннен кейін сол қос қанаттардың орнын бұйырса алдағы уақытта өзім басамын. Баласа ханым. Алдымен айтатын едім ғой, жерде андай жылтырағыштар, Шолпан әлі отыр ма? Сүңгір. Шолпан кетпеген бе әлі? Сенің өкінішіңе орай отырмын, иә. Сол сүңгірлер деп айтатын едім, сол сүңгірлердің бәрінен құтылған еді, қайттан кепті ғой. Енді одан кейін сол енді сүңгірлермен жарысам деп, мына жақта да жылтырақтар сүңгірлер Тимур қосылып жатыр дегенім ғой. Жаңа да Бекзат айтып жатыр ғой, бір семіргенсің ба деп ше. Сыртта арылсады ғой бұлар. Тимурға айтып қойған сияқты. Мен осы 2 аптадан бері фитнес-залға барып жүрмін. Соны ертең эфирге шыққан кезде айтшы, мен айналысып жүргенімді бір накачанный болып кетсін деп деп айтқан сияқты да. Одан кейін әрине семіретіндей бар болды ау деймін. Өйткені енді шамалы сен осы жерде отырғанда сараңдығың, қулығың бар еді. Қыстықты қыстап кепсін деп отырған ғой. Енді қыста жақсылап үйде демалып, күн жылығаннан кейін жаңағы ертең сезон басталып жатыр деген сияқты соған дайындалып, тамадалығымды көрсетейін деп келген шығарсың. Бірақ енді қарым-қатынасты қатырмасаң да сөзді қатыратын адам келгеннен бір жағынан қуанып отырмын. Мына жерде нормальный пікір таласатын ше. Қош келдің. Еще әлі сөйлесіп отыр ма? Не ғой? Жоқ, қараш, негізі Шолпан айналайын. Мен сені жақсы көремін ғой, білесің ғой негізі. Негізі Шолпан, мен көретін жоғарыдағы Шолпан әлі сол жоғарыда негізі ше. Бірақ әлі өзгермепсің. Заман өзгереді, адам өзгереді, бірақ Шолпан өзгермейді екен негізі ше. Мен көретін биік Шолпан әлі де биік Шолпан. Маған не десең сен әлі мен үшін биіксің. Құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнама